Ежелгі Үндістанда индуизм мен буддизм дамыған. Ежелгі діндердің бірі. Күн құдайын Сурия құдайы деп атады. Аспанды Вируна құдайы, отты Агни құдайы күннің күркіреуін Индра құдай деп атаған. Индуизм біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта дамыған. Шива құдайы, Вишна құдайы, Брахма құдайы, индуизм дініндегі құдайлар Тримурти деп атаған. Гупталар әулеті тұсында индуизм діні басты дінге айналды 4-6 ғасырларда. Брахманизм қоғамды жабық топтарға бөлді, өздерін жоғары санады. Патшалар да қарапайым халықта бұл дінді құптамады. Мурадешвара ауылындағы Шива құдайының мүсіні 2002 жылы салынған, 2 жылға созылған, биіктігі 37 метр. Құдайға деген құрметі көреді екенбіз. Буддизм Будда дінінің негізін қалаған Сиддхартха Гоутама. Білгірлігі үшін халық оны Будда жарық, сәулелі деп атап кеткен екен. Будда діні әлемдік діндердің қатарына кірді. Қытай мен Жапония, ал Азияның оңтүстік шығыс аумағы қамтыды. Будда шәкірттермен байлыққа немқұрайлы қарауда, біреудің мүлкіне көз сатпауды, ұрлықты жасамау, әлеуметтік төңкеріс күрестерге қатыспауды уағыздады. Будданы халық та патша да жақтады, өйткені адамдарды байлығына, ұлтына, тіліне, дініне қарай бөлмеді. Әрқайсы мүшесі бола алды Будда дінінің. Будда ғибадатханасының ішкі көрінісі, құдайлар мүсіні және колонналармен әдемленген. 1-ші мыңжылдықтың бас кезінде индуизм мен буддизм қатар дамыды. Индуизм алға шықты, өйткені бірнеше құдайларға сыйынған және де варналық құрылысты қолдап отырған.